Жалпы сенімді сөйлеу үшін бізге сенімділік керек. Сенімділік дегеніміз ол адам өзін қауіпсіз сезінуі. Яғни қауіпсіздік деңгейінің өзінің 3 түрі бар. Ең біріншісі ол балаға ата-анасы арқылы қалыптасады. Кім бағып отыр ол баланы? Постоянно дәмін, тамағын беретін, постоянно оны қорғайтын кім? Вот сол адамға қатысты адамда сенімділік пайда болады. Менің басыма қауіп төнсе, осы адам мені қорғайды деген. Енді ит қапқан кезде сол сенетін адамы 15 секундтан 1 минуттың ішінде келіп, көмек көрсетіп, құтқарып үлгермесе, балада уже бірінші деңгей жойылып кетеді. Қазір бар ғой психологтарда детский травма, ата-анаға реніш, әкеңді кешір, шешеңді кешір деген нәрселерші. На самом деле ол ешқандай обида жоқ. Біз обида ұстамайды бала, обида ұстай алмайды. Оның миында обида деген нәрсе жоқ негізіндеші. Ол просто адамның өмірінде пайда болған жизненный осындай қауіпте ата-анасы көмектесіп үлгермей қалды да. Түсініңіздер ма? Просто сенімділік жоқ. Сенімділік жоқ. И сол сенімділікке деген жауапкершілікті біз ата-анаға алып бере салдық қолына. Обидаға айналдырып жібердік. Түсініңіздер ма? Енді екінші